бөлім демалыс мәдениеті. Сабақтың тақырыбы мәтін және сөйлем. Оқу мақсаты: мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап береді. Берілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзетеді. Түрлі жағдаяттағы қоғамдық ортада қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу. Балалар, мәтін дегеніміз не? Сөйлем дегеніміз не? Мәтін және сөйлем жөнінде білгіміз келсе, келесі бейнежазбаны бірге көрейік. Дана, сен не жайлы ойланып жүрсің? Қазақ тілінен мәтін құрастыруға тапсырма берген. Сол туралы ойланып жүрмін. Оны құрастырмас бұрын сен мәтінге қатысты өткен ережелерді есіңе түсіріп ал. Жарайды, білетінімнің бәрін айтып шығайын. Мысалы, қ деген дыбыс, онымен ешқандай ойды жеткізе алмаймыз. Қыс десек, бұл сөз. Дыбысқа қарағанда мағынасы бар. Бірақ жеке сөзбен де айтқым келген ойды жеткізу қиын. Қыс келді десек, сөйлем болады. Ой аяқталған болса да, біз онымен байланысты көп нәрсе біле алмаймыз. Ал қыс келді, қар көп жауды, аязды күндер басталды, адамдар қалың киінді, жан-жануарлар жылы орындарды паналады деген бірімен бірі байланысты бірнеше сөйлеммен ойымызды ауызша немесе жазбаша толық жеткізсек, ол мәтін болады. Жарайды, мәтін туралы түсінігің бар екен. Сенің қандай тақырыпқа мәтін құрастыруың керек? Тақырып дейсіз бе? Иә, мәтінде не туралы айтылатынын көрсететін сөз мәтіннің тақырыбы болады. Яғни тақырып деген мәтіннің атауы. Менің құрастыратын мәтінімнің тақырыбы демалыс. Сен мәтіннің қандай түрін құрастыруың керек? Білмеймін. Біз мәтіннің түрлерін өткен жоқпыз. Сіз маған мәтіннің түрлерін айтып беріңізші, біліп алайын. Мәтіннің 3 түрі бар: әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні, пайымдау мәтіні. Оқылым. Мәтінді оқы. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып, оған жауап бер. Мәтінде ұзынсары сөзі нені білдіреді? Жауабын жаз. Мәтінге ат қой. Наурыздың жыл басы болу себебі неде деп ойлайсың? Сендер бұл мерекені қалай тойлайсыңдар? Жазылым. Сөйлемдердің тиісті тыныс белгілерін қойып, жаз. Шығармашылық үзіліс. Суреттегі зат атауларының алғашқы әрпін
тор көзге жаз. Қандай сөз шықты? Ол туралы өз ойыңды айт. Тор көздегі сөзбен сөйлем құрастыр. Құрастырған сөйлеміңді сөйлем мүшелеріне талда. Ал енді балалар, мәтінге байланысты біз тапсырмалар орындаймыз. Тапсырмалардың дұрыс емес екендігі жөнінде анықтайтын боламыз. Мәтіннің 3 түрі бар: әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні, пайымдау мәтіні. Пайымдау мәтінінде автор әрбір айтқан ойының неге, неліктен олай екенін түсіндіреді. Біз жеке дыбыспен, жеке сөзбен ойымызды толық жеткізе аламыз. Балалар, біздің келесі сұрағымыз: мәтінде не туралы айтылатынын көрсететін сөз мәтіннің тақырыбы болады. Оқиғаны ретімен баяндайтын мәтінді пайымдау мәтіні дейді. Балалар, біз мәтінге байланысты берілген тапсырмалардың барлығын орындап болдық. Тапсырмалардың дұрыс немесе дұрыс емес екені жөнінде анықтадық. Үйге тапсырма. Төмендегі кестені наурыз көже құрамына енетін дәм атауларымен толықтыр. Кері байланыс. Жетістік баспалдағы. Мен бүгін сабақты мүлдем түсінбедім. Менің сұрағым бар. Мен сабақты түсіндім. Мен сабақты жақсы түсіндім.